الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алланың сіздерге сәлемі, рахымы, мейірімі болсын, иншалла. Мешітке басып келген қадамдарымыз Алла сауаптан жазсын. Біздің жасалып жатқан құлшылықтарымызды иншалла қабыл болған амалдардың қатарынан етсін. Кезекті хадисіміз жомарттық жайлы. Алла алейхиссалам Бухариден жеткен хадис айтады: "Әл-ядул улия хайрун минал яди суфла. Вабда биман таулу ва хайрус садақати." Алла алейхиссалам айтады: жоғарғы қол төменгі қолдан, яғни алушы береген қол алушы қолдан хайырлырақ дейді. Садақа беруші алушыдан хайырлырақ дейді. Вабда биман таулу, садақаны өзіңе міндет болған, яғни киім кешегі ішіп жеуі сенің саған міндет болған, бір сөзбен айтқанда бізге отбасымызды бағып қағу бізге міндет, я, солардан бастан дейді. Вабда биман таулу ва хайрус садақати, садақаның хайырлысы макана ан зохри гинан ястафиф юифахуллах. Садақаның хайырлы болғаны дейді, сол біздің бағып қағатымыз бар, өзімізге қажетіміз бар, содан артылғаннан беру дейді садақаның хайырлысы. Яғни өзіңіздің қажетіңізден артық қалған нәрседен беру садақаны. Вама ястафиф юифахуллах, кім өзінің арын таза ұстаса дейді, күнәлі істерден, бір жеткенішті амалдардан таза ұстаса, Алла тағала оның көңілін көтеріп қояды, қастерлетіп қояды дейді. Арын арлы, намысты, жігерлі қылып қояды дейді. Вама ястағни юғнихилла, ал кім Алла тағаланың берген тағдырына, жақсылық пен жамандыққа, жоқшылыққа да сабыр етсе, шүкір етсе, соған қанағат тұтса, Алла тағала оны қанағатшыл сабыршылардан қатарынан етеді дейді. Иншалла жүрегін соған орнықтырып қояды дейді. Бұған қатысты тағы да хадистер бар. Алла алейхиссалам айтады, бұл хадистен де түсінеміз, садақаны берушілерден болуға бізге үгіттеп жатыр, иә. Садақаны алушылардан емес, берушілерден бол. Себебі ол жоғары алушыдан қарағанда. Яғни мұсылман деген дәулетті болу керек барынша. Сол дәулетін Алла жолында жұмсай білу қажет. Тіпті Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде айтады: "Иттақун нара валау бишиққи тамра." Шарты құрма беріп болса да өздеріңді тозақ отынан сақтаңдар деген. Демек біз түсінеміз, садақа ол тозақ отынан да бізге сақтауға иншалла бір қалқан болады екен. Бірақ бұл жерде де мәселе, оның бәрі тек Алла разылығы үшін болу керек. Жүрекке еш нәрсе кіріп кетпеу керек жан жақтан. Тек қана Алла разылығы үшін болу керек. Жақсылық жасап теңізге таста деген бір ғибратты оқиға бар ғой. Хазірет Жүнайд Бағдади деген кісі бір теңіздің жағасында серуендеп жүріп, бір мәжусимен кездесіп қалады. Мәжуси деген, баршамыз білеміз, отқа табынушылар. Мәжусилер отқа табынушылар, отқа табынатын адамдар. Сенің Раббыңа сенбейді ол. Сонымен сөзге келеді. Сен не істеп отырсың деген сұрақ қояды әлгі мәжусиге Бағдади. Балықтарға жем тастап сауап жинап отырмын дейді әлгі кісі. Сонда Бағдади айтады: сен қалай сауап жинайсың? Сен тіпті сауап жинау үшін бірінші сен Аллаға иман келтіру қажетсің дейді. Аллаға иман келтіру керек саған. Сен Аллаға иман келтірмейсің, саған қайдағы сауап дейді. Баршамыз білеміз, сен мың жерден жақсы амалдар жасай бер, егер Аллаға сенбесең, сенің әлгі жақсы амалдарың өзіңе ғана, атақ үшін ғана, бір мақсат, мәні жоқ оның. Сонда әлгісі айтады: сенің Раббың бұны көре ма дейді. Менің істеп жатқанымды көріп тұрма дейді Раббың. Аллаху басир, Алла бәрін көруші. Басир деген сипат бар, Алла тағала. Алла бәрін көруші, бірақ біздікі секілді көзбен бір мүшемен емес. Алланың өзіне жараса. Біздің оның санамыз жетпейді. Ондай мәселеге кірмейміз. Әрине Алла бәрін көруші дейді. Маған сол жеткілікті дейді әлгі мәжуси. Сөйтіп арадан бір 3-5 жыл өтеді әлгі кісімен көріскеннен кейін. 3-5 жылдан кейін жаңа Бағдади өзінің қажылығын жасап жүрген кезде, Қағбаны айналып тауап жасап жүрген кезде әлгі мәжусиді көреді. Ол да тауап жасап жүрген. Сөйтіп барып сұрайды одан: сен не істеп жүрсің?
тауап жасау үшін. Мұнда қалай келдің дейді, сен мені көрді деп айтады. Кім көрді дейді? Сенің Раббың көрді. Сен кеткеннен кейін бір жүрегімде бір сілкініс болды дейді, бір нұр пайда болды дейді жүрегімде. Маған балықтардың кәлима шахадат айтып отқаны естілді дейді. Ағаштарға қараймын, ағаштарда кәлима шахадат айтып отыр дейді. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулух. Баршамыз білеміз. Куәлік етемін Алладан басқа тәңірдің жоқтығына және Мұхаммед оның елшісі әрі құлы екендігіне деген сөз. Содан кейін мен де айттым дейді бұл куәлік сөзді. Алла тағала менің ісімді көрді дейді. Алла көргендіктен мен осында жүрмін деп айтады. Алланың қалауымен әлгі кісі саған бір өсиет айтан дейді. Әлгі Бағдадиге айтады, кезінде мәжуси болған. Алхамдулилlah, ол да мұсылман болды ғой. Саған бір өсиет айтайын дейді. Жақсылық жаса да теңізге тыста дейді. Сенің бергеніңді балықтар көрмесе де Халиқ көреді ғой дейді, жаратушы. Сол секілді мына өмірде де халық көрмесе, иншалла Халиқ көреді, жаратушымыз көреді. Біз әрбір істі тек Алла разылығы үшін ғана жасау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Али радиаллаху анхуға айтады ғой: иттақилла хайсума кунт. Алладан қорқ, қайда жүрсең де дейді. Бұны қалай түсінеміз? Алладан қорқ дегені әрбір істе сен Раббыңды көр, Раббыңмен байланыстыр әрбір ісінде. Тіпті біз ұйқыдан тұрғанда да, ұйқыға жатарда, аш жер алдында, аш болғаннан кейін де, тіпті әжетханаға кірер шығарда да біз Раббымызбен әр нәрсені байланыстыру керек. Неге? Ұйқыдан тұрғанда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Алхамдулиллахи ахяна ба'да ма аматана ва илайхи нушур. Әлемдердің Раббысының сондай мадақ мақтаулары болсын, өлгеннен кейін қайта тірілткенге дейді. Ұйқы кіші өлім, баршамыз білеміз. Кім біледі, тіпті біз ұйқыдан тұрмай да қалуымыз мүмкін. Көрдіңіз бе, әрбір нәрседе Алланың нұрымен көре білу керек момындегі. Шүкірлі болу керек. Тіпті ұйқыға жатарда да Аллахума бисмика амуту ва ахя. Раббым, сенің есіміңмен жатам және сенің есіміңмен өлем. Тірілем және сенің есіміңмен өлем. Тіпті ас ішкенде де, және оған бізге сауап жазылады, білесіздер. Әрбір шүкірге сауап жазылады иншалла. Тіпті әрбір салауатқа 10 салауат айтады Алла Тағала. Алла Тағала сізбен біздің естігенімізге, тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Естігендерімізге жалпы уағыз ең жақын құлаққа дейді, ол ең жақын құлақ алдымен өзімдікі, сосын сіздердікі. Иншалла алдымен маған, сосын баршамызға амал етуді нәсіп етсін. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.